Куся. Кuşağımızı koyun. Kuşağım. Otuzun kuşağımızı. Ой, оттуда там. Куся. О, ана көтерді. Ана. О, не қызым. Құдай берген, атасына. Құдай берген. Вот. Bana göre sağlar. Kuşak. Canım benim. Atasının alğaşkı kuvanışı geldi. Var Canım. Ana her şey geldi. Her şey geldi benden. Hey, kolum, cürek. Atasının cürek kızı. Tutuyor. Onun. Бұлар мені әбден танымаған шығар. Өздерінше бір әлем. Салықтан түрмеге тағырын жеп қоймапты мына монстр. Сол айтам. Қайда монстр тығылып тұр ғой? Бір балықтың желбезегін жеп қойыпты мына монстр. Осы орында тығылсап шықпайды ше. Қуыста тығылып жатыр. Сол қуыстан шықпайды, бір желбезегін жеп қойған. Мынадан қорқап мынауын бұғаннан. Бұны құр жей салу керек қой, мынаны құрту керек қой. Бәрін шегізе бергенше ше. Яқта жылан сияқты балық бар да, соның бір несін жаңағы не дейді құдай ау? Желбезегін жеп қойған ғой, соның яқта тығылып жатып қорқып. Ал некелі Әскентай сәулесі келіп кеп қалды завтракқа біздің үйімізде. Арғырап дальше кетеміз ба? Біраз шаруа бітіреміз. Таңғы асымыз дәмді болсын. Бүгін жұмыстарымыз бар. Қапыл батырмыз. 15 минут қара шай ішіп уақытымыз. Көшігім менің. Мынау сәуленің хит балықтары. Кеше историясын салған. Мәжді бір әдемі ұзын жылан сияқты балық бар тұғын, соны жекелеген жеп қойған еді. Иә. Соны көрмедің ғой? Бұрышта ол қорқып тығылып тұр сол жерде. Мияқта тығылып тұрған. Иә, қорқып қалған. Қорқап мына жақта хищник бар екен. Анау қап-қара жүр ғой алдыңызда, сол хищник. Тірі страшный монстр. Мынау иә? Иә. Сол бәріне тиіседі, нападать етеді. Ал мен сәуленің осы жердегі. Вау, қандай бешбармақ. В общем, Жулдызка молодец. В прошлом году в январе она нам всем дала уәде, да, помнишь, Рус? Съемочной команде. Она сказала всем, кто помог мне, я всем накрою стол. Вот сидим в ее красивом доме, новом, и кушаем бешбармақ. Жұмыстар аяқталмай жатып, біз бірден кіріп кеттік. Неге десеңіз, өзіңіз білесіз. Ақпан, наурыз, 3 ай. Иә. Достар, қараңызшы, осындай есікті көрдіңіз бе? Бұл есікті арнайы жасалған, иә? Шабытымыз ашылып, оның да Екі суретші сияқты, иә? жасар. Мысалы, бұл картина. Сен жігітмен гүл күтіп отыратын қыздардың қатарынан емеспін. Қанық түстерді қолданайық, иә? Папа, біздің рубрикамызды жалғастырып қойсақ ше, қалай болады? Сізге тағы бір екі сұрағым бар. Не жайында айта бер қызым? Негізі махаббат жайлы. Қайдағы махаббат, сен папаң қой? Жоқ, енді мен 30-дамын мысалы. Сіз енді 60-ға келдіңіз ғой. Жас қосылған сайын 60-қа келген кезіңізде мысалы уже махаббаттарыңыз мамаға ол өзгереді ма? Басқаша болады ма, қандай? Махаббат қызым, мамаңды негізімен махаббатпен алғам ғой. Бұл деген 88 жылы, 1988 жылы әңгіме ғой сен айтып отқан қызым. Енді қазір енді махаббат десем өтірік болады енді. Қазір біздің махаббатымыздың бәрі
мына сендерге, балдарға, немерелерге алып кеткен ғой қызым. Бізде сыйластық деген нәрсе болады. Вот сыйластық, қазір енді шынында енді тек сыйласамыз, жақсы көреміз бір-бірімізді. Солай ғой? Бүгін негізі ағаның туған күні ғой. Сол балаларға тоже тағы бір сұрағым бар. Балаларға қатысты. Енді айтады ғой, балаларға тең қарау керек та. Мысалы, менде де 3 балам бар, сізде де 3 балаңыз бар. Бірақ мен байқағаным, мысалы, ағаға сәл қаталдау қарап жатқан сияқтысыз. Үйге келсе, тоже қаталдау бір нәрсе айтып қоясыз. Не үшін? Жоқ, қызым, ол былай ғой. Қатал болғанда мен енді үшеуі де менің балам ғой, Алла берген. Мен ол қайратты бір бөлек, или болмаса аянды бір бөлек, заңғарды бір бөлек, сондай бір. Бәрін де жақсы көремін, өзің айтпақшы. Бірақ просто қайрат, көп неге айтам, кірсе де шықса да. Ол қызым халықтың алдында жүрген бала ғой ол. Енді аян мен заңғар ол жалпы осы қарапайым, былай айтайшы саған, көшедегі қандай қазақ жүр, сол сияқты балалар ғой аян мен заңғар. Енді анау халықтың алдында жүр ғой. Ол қазір, қалай айтсам болады саған, халық оны Қайрат ағаңды потолокқа апарып көтеріп қойып қойды да. Енді ол одан кейін ары қарай тағы да бүйтіп басын көтеріп, сол потолок тесіп кетуі мүмкін. Ол дұрыс болмайды да. Мен айтатыным сол ғой оған тек. Кіргенде шыққанда деп атсың ғой, айтқанда. Қатал болып бір Қайраттың бір басынан ұрып жатқан жоқпын ғой. Просто айтамын, балам сен дұрыс жүр, өйтіп жүр, сен халықтың адамсың. Осы ғой айтатын, басқа мен оған ештеңе айтпаймын. Ол айтпадым, ол халық оны итак та жоғарыға көтеріп қойды. Енді ол одан ары қарай басын көтере беруге болмайды еш уақытта. Халықпен бірге, Қарапайым болу керек. халықпен бірге жүргенін, соны ғана қалаймын мен, әйтпесе Қайратқа мен не аламын, ол жас бала емес қой, өзі де 40-қа таяп қалды ғой. Бірақ әйтеуір әкесі болғасын, сенің көзіңе кішкентай көрініп тұрады, айта бересің ғой, ана балам өйтіп жүр, бүйтіп жүр деп. Әйтпесе біздің Қайраттың басбұзарлығы жоқ қой. Сол ғой қызым, әйтпесе не аламын мен сені ағаңа ұрсып, бір нәрсе, өзінің Құдайға шүкір 5 баласы бар. Солай қызым. Енді соңғы сұрағым. Енді біздің видеоларымызда астында көбінесе келіншектер осылай жазады екен. Сендерге дейді, қайнаталарыңыз қызым деп айтады, қандай керемет деп айтады, қызым деп. Сол көбісі соларды таңалдырады екен. Тіпті сіз солай бізге айтып атқаныңызды, қызым деп бізге айтасыз солай. Сол енді, сол сөзге қатысты не айтсаңыз болады? Неге қызым деп айтасыз? Мысалы, кейбір қайнаталар енді келін деп айтады, атын айтады. Бұл бір қызық сұрақ болды ғой, қызым. Сенен сонда маған не демекшісің? Мені қызың сияқты жақсы көресіз ба деген сұрақ па? Айта берсейші. Енді қызым, мен саған былай айтайын. Мені ғана емес енді. Мысалға айтайын, жарайды, сен жұлдыз,